Көрпесін көрсеткен жоқ. Бір көктерінің тұқымдары. Сондықтан да мына қанатқа, димашқа, басқа да келіп жатқан қонақтарға нағыз. Жасында жасылтылым болып көрсетіп жатыр. Айналайын. Атымен жердің барлық алғысын аласың. Халықтың бәрі ашылды. Давай, көтер жөніне. Алда тасады. Төртінші ауылда қаншама халық босып кетті, я? Әңгіме шынын айту керек. Қаншама халық, 35 мың адам далада жүр. Өзіміз қазір 60 мың халық болсақ, осылардың өзінде аудан 35 мың адам далада қаңғып жүр. Қаншама адам кредитке алған, кредитке салған үйлерінен айырылып, 20 миллион, 30 миллион қасиетқа кіріп жатыр. 20 жыл, 30 жылдық еңбегі айтайын, тоқта, айыпты сөзін бөлмейші мен Әкім. Бұлайда бұл жерде халық неге ренжиді? Бірінші мен қысқаша айтайын. Мен өзім айтайын. Ноябрьде 2023 күн мен Жұмабек Байрақбайұлына да, облыстағы замдарына да, мәслихат төрағасына да айттым. Заңсыз тоғыстыру, ішіне бөгет салынып жатыр. Мынаған су келеді етін. Халыққа мынау дейтін зиян болады, су келтіп еді, халықты алып кетеді. Қатым жазған, епоқта бәрі тұр, бас прокуратура законы. Ноябрьде келіп ескерттім, жәке жиналыс болды ғой. Кежілой мәдениет үйінде Шоқпартауға тұрғызда келіп отырдық, өзіміз сөйлестік, шырылдап айттым ғой, дұрыс па? Сәке жауап айтыпты ғой, сәке оңай. 28 февраль күні қайта жаздым, я. Сол кезде 28 февраль күні мониторинг жасап, анандарын қарап, қай жер бітеліп жатыр, кеше 9 жерде динамитпен жарды. Соны февральдан бастап жарған кезде қазіргідей мындай жағдай болмаса да, фактически қарасақ, я, Сұлтау любойына табуға былай ойнатып, факт 35 мың адам қаңғып жүр. Қарғын адам үйсіз қалды да, факт қой, факт. Ешқайда қаша алмайсың, тоқта, не айтасың, өз сұрамада шықты. Келесі мәселе, халықтың сұрап отқаны, жалғыз бізді ауыл емес, любой ауыл өмір бойы қолына күрек алып анан жасап жатқан міндетті емес. Біз салық төлеп отырмыз, салықтан үкімет өзі мекеме жалдайма, шақырама, анараны жасасын. Қолымыздан келгенше туған жеріміз жақсы көргесін, ел баста күн туғанда ешкім жасадық. Енді қазір тапсырамыз, біз тапсырамыз, одан кейін ертең демаламыз, ораза айтқа келеміз, таң намазымызға барамыз, бізде адам құсап демаламыз. Болды, свет, жарық, ана жерді реттеу керек, сен айтып отырсың ғой, табиғатқа ешкім қарсы тұра алмайды деп. Ана жерде себет дейсіңдер ма, тағы басқасы өмір бойы табиғат демеу, шетелде одан да зор нәрселерді семеттеп конкретті ұстап отыр ғой. Жасайық, бүкіл ақша дейтін, теңгез майы, мұнайын қызығын көрейік. Кеше қырылып жатырмыз, теңгезде қырғын техника тұр, мана видеолар шығып жатыр. Мұнда мекемеде қырғын техника тұр, обал ғой досым. Мұнда халық шырылдап, автобуста толады, ана жерде гаражда тұр. Теңгездің ішінде қанша тұр? Мен өзіме ешқашан шырылдап жүрген жоқпын. Халық үшін айтып отырмын, шынымды айтайын. Мен сен Жұмабек Байрақбаев осы күнге дейін артық саған әңгімеде айтқан жоқпын, қағаз жүзінде жазып жатырмын. Бірақ енді мен бір мысал айтайын. Осы оқиға болардың алдында мен саған звондап айттым осы мәселені. Сен сонда айтты, фейк таратқандар. Атырау ықшам ауданында бір жігіт фейк таратып жатыр. Атырау ықшам ауданын алып кетеді деп, соған КМБ-ға тапсырып жатырмын, шара қолданамыз дедіңдер. Каждый Гүлнафисім бар, Нұрболатым бар, Қанатым бар, Ерлан, Нұрлан өзім бар. Каждый шлюздің басында тұрып, ағайын бәрі бақылауда, бәрі жақсы алаңдама дедіңдер. Үйде жаттық. Қауіп бар десем, бәріміз шығып бөгетті жасап тастайтын едік қой. Дымға жүктік жасап тастайтын едік қой. Мұнда сен де күтшауын жігіттерін жасап, екпінде жасап тастайтын, біз де жасап тастайтын едік қой. Жігіттер көмектесіңдер, қауіп бар деген бір сөз болса. Қанға да кет жаттық қой. Мен саған соқтым ғой да жақындайын. Сосын сен айттың, Сырмек, фейк ақпарат халықты дүрліктірмейік дедің. Сосын ал жарайық дедік. Нәтижесі мынау. Енді бетек сөзді көйттейік. Бұлар нәрсе болды. Объектіміз тапсырайық, демалайықшы, шаршадық. Техника бөлінді. Жоқ техникаң. Тоқташы, Жұмабек айтайын, әдемі сөйлеп жатсам, по факту бар ғой, 9 тұрбан шлюз салынды, бетіндегі тұрбасы көтінен қалмай, Ғазиз Ғабдуллин бар, мен бар, жүрдім. Прокуратурадан, Жұмакановтан қаулы шығардым. Амал жоқ, алды, алғанда не істеді? Бетіндегі 9 тұрбан алды да астындағы топырақ түгел қалып қойды. Су келді, соқты, мана сен айтасың, 66-ны шығатын выход жоқ, қалаға кетті. Ал сол кезде қаулысы тұр прокурордың. Ана бөгетті дұрыстап, толық тазалап алған кезде өзінің арнасымен кетеді. Жаратында кеше тұрған Дүйсенбай деген ағамыз келіп, қолынан жетектеп Айрангөлге апардық. Төрт тұрбаны сол жерде кіртімен кастырып басына звондап, өзі сол жерден шешімін шығарды, штабпен келіп бекітті, жарды. Мысалға, былай қарсы, ана бөгетті
Açtı. Açtı deyim. Açtı. Su ketті. Тұрғызбаған несін жапты. Оперативно su. Bir saatte onun arkasında Oğuz düşkünü var. Bunun kuançlı düşkününden beri suda başladı. Barla осы тек қана тұрғындардың арқасы. Неден жаңағы әкімдіктен басында техникада келген жоқ. Жекеменшік өзімізде погрузчиктер шықты, өзіміздің балаларда. Жекеменшік КамАЗдар шықты. Шөпір таба алмай кім болса сол шөпір болды. Сонымен тасып, ары қарай әкімшіліктің несі көмегі келді. Сайлапкеге дейін сатып алған кезім болды. Тапшықты да сатып алған, тапшықты да жинаған сондай қиындықтар болды. Көп қиындық болды. Көрші ауыл суға кетті, көрші ауыл суға кеткенде соның азаматтар мына жаққа келіп көмектесті. Ең болмаса бір жақты ұстайық деп. Жалпы халықтың көкейінде жүрген, ең жоғарыда басшының біреуін ауыстыру керек деп. Содан кейін жаңа Қазақстан басталады деп халықтың көкейінде жүрген әңгімесі осы. Енді жалғыз бір адам елді басқарып тұрған адамды айтып отырмын. Халықтың таңдауымен келу керек. Елді басқаратын адам. Одан басқа елімізде оңып кетеді деп ойламаймын. Халықтың таңдауымен адам келу керек. Сонда ғана өзгеріс болады Қазақстанда. Солай халықтың көкейінде жүргенін айтып отырмын. Кез келгеннен сұраңдар, кез келгенін айтады. Халық көкейінде жүрсін. Жоғарыдан адамды өзгерту, халықтың таңдауымен адам бару керек. Жігіттердің күні-түні істеген еңбегін айтып беріңіз. Маңғыстаудың балдары кетті, жігіттер, азаматтар өздерінің еріктерімен түнде келіп, іске кірісіп кеткен балдарды өзіміз комментарий алып, оларды рахмет айтып. Сондай азаматтар жан жақта қарапайым халық келіп көмектесті. Шынын айтқанда жергілікті әкімшіліктер шамасы келмей қалды, жастар. Халықты кішкене білмеймін, тыңдай алмай қалды. Халық өтпеді оларға. Өтпей ауыл суға кетпесті халықтың айтқан. Білетін азаматтардың сөздерін тыңдағанда мүмкін ауыл суға қалу мүмкін еді. Ал осындай жағдай. Рахмет, толық атжаңыз айта алайын. Мен Күрбенов қоныс осы жерде тұрғыным. Қоныс Күрбенов. Сіздің атпен? Әли Сәминович. Мүмкіндік болса менде бір-екі ауыз қосып жіберейін деп едім. Ассалаумағалейкум деп. Менің есімім Елдес Баядайрабай. Мой азаматым. Ассалаумағалейкум, Маңғыстау бауырларымыз, маңғыстаулық бауырларымыз. Біз Жылой халқы, Жылой атынан сіздерге бас иеміз. Сіздердің біздің Жылойға жасаған көмектеріңіз зор. Біздің бала шағамызды, қарттарымызды қамқорлап, барлық жақсылықтарын жасап жатсыздар. Азаматтар келіп көмектесіп жатыр. Енді ел болғасын жерде келеңсіз жағдайлар көптің арасында болады. Сол үшін Жылой халқы Маңғыстаудан кешірім сұраймыз. Ел болғасын жерде бес саусақ бірдей емес. Адамның аласы ішінде, малдың аласы сыртында деген тағы да кешірім сұраймыз. Маңғыстаулықтар аман болсын. Қазақтың бірлігі нығая берсін. Біз сіздермен біргеміз. Рахмет. Рахмет көп. Алғыс сіздерге. Елге келген нәубет негізгі мынау Мұғажар тауындағы мынау кәсіпкерлер дейміз, бизнесмендердің біреуі золотой крестик, оны россиялық компаниялар басқарады. Құланды, алтынды, қайыңды деген жерлерде тағы бір екі желі бар, сонда үлкен үш бөгет. Ол заңды ма, заңсыз ба білмеймін. Біздер мына ой, жем, сағыз өзенінің проблемасымен осы 3-4 жылдан бері келе жатыр.
қырған бөгеттердің бұзылдық негізгі мына коррупционерлік лоббисттердің бөгеттері бұзылмай тұр. Сол лоббисттердің бөгеттерінің үшеуі жоғарыдағы. Мына Жылойды суға кетірген сол 3 плотина. Ол тағы да айтам, ол заңды ма, заңсыз ба білмеймін. Бірақ сол 3 плотина жарылып, мына біздің Жылой суға сол үшін кетті. Қазір соның арқасында біздің Жылойдың әкімшіліктері, Атырау облысының әкімшіліктері, талай азаматтар мынаны ұйымдастыра алмай қалды. Соның салдарынан өздерінің жоспарлап отқан жұмыстарын атқара алмай қалды. Бұл ақиқат менің айтып отқаным. Мен жасым 60-та, мен осы өткенде осы суға кетердің алдында көзіме мына приступ болып мен Орынборға кетіп қалдым. Алып қалуға мүмкіндік болады. Бұл акимат енді күнде суға кетіп отқан жоқ қосылай. Мына Омартоғай деген жерде жыр жіберетін жер бар еді, сол орындалмай қалды. Осы жерде ақсақалымыз Маран деген ағамыз осыншама шақ болады. Өзі ол өзі ауру адам. Осынша сол ескерілмей қалды. Сол кезде мынандай болмайды еді. Болғанда да 50%-ның сақтап қалу керек. Негізгі Жылойды суға кетірген жаңа мен жоғарыдағы Мұғажар тауындағы 3 бөгет. Солардың топан судан жолдағы бүкіл елді мекендер кетті. Соның ішінде ең үлкен қасірет шеккен біздің Жылой Құлсары. Тек қана сол 3 бөгет. Үкімет басындағылар осыған көңіл бөлу керек. Мынау Тоқаевтан бастап, кеше келген премьер-министрлер барлығы осыған көңіл бөлу керек. Ешкімнің интересін лоббировать етудің қажеті жоқ. Сол компаниялар жауапты болу керек. Ана бөгет неге салынды? Салынғанда неге оған страховка жасалған? Неге қалған жұмыстар, қауіпсіздік шаралары жасалған жоқ? Биыл қар асатты көп болды, суды көтере алмады да, ана бөгеттер заңсыз өткен конструкциясы дұрыс емес. Жарылды да келді бүкіл Мұғажар елді мекенін ембіні барлығын көпірлеріне шейін, жолына шейін, әлгінге шейін көпірлеріне шейін бұзып кетті. Рахмет аға, толық атшыңыз айта қойыңыз. Елдесбаев Дайрабай, Жылой тұрғыны. Үшеуің де байтақпыз деп айтпайсыңдар да сөйлеген. Көп болсын. Сөз салмағыз. Тыңдай. Кіші жүздің дауысы қатты болады ғой, сырмайда кішкене айғайлап қиқулап қоймас өлең шықпай. Сырым айтасың ба? Күрек түмеш, күрек ұстап тұрайын. Халықта болмасын деп зармын қайғы, жігіттер қала елге қам қылмайды. Қыз болса да жүретін күрек ұстап, қалайша ару қыздар таң қылмайды. Батыстың жігіттері мың жасасын, жігіттер бізді жауға қалдырмайды. Астында тұратын жігіт қана су астында ауылын қалдырмайды. Даналық балалықтан басталады. Халықтың ашық болсын қас-қабағы. Аманғали ағамыз осында тұр, беделі інілерге асқаралы. Осындай азаматтар аман болсын, жүретін әркез қолдап жас баланы. Аналардың айналдың еңбегінен қалайша қара жерге тасталады. Бұйырса осындағы барлық қазақ бола берсін су жаңа баспаналы. Деп сырымға кезек бірек, сырымға сонда қол соғайық бәріміз. Мына жігіт дзюдоист көрінеді. Қазақстан чемпионаты. Қошағылдың тумасы ғой. Қошағылдың тумасы. Бірге бір шығам дейттерің болса, сақтауым бар. Қашта бар, қашта. Абсықпен шығарамыз. Хайде! Ақындар қалай елге келе алмайды, қалайша елге рух бере алмайды. Аманғали ағамыз дұрыс айтады, еш қиынды халықты жеңе алмайды. Айбектей дзюдоист келіп отыр, кім оның нақ бағасын бере алмайды.
тұмаумен күреседі деп сұрап жатыр. Ешкім оған қазір тер төк алмайды. Өйткені мына жерде дзюдоисті Афганистан басқа ешкім жеңе алмайды. Кеп тұрмын мынау елді мен болдауға. Не жетсін бұл дүниеде кең болғанға. Мың рахмет мына елдің еңбегіне. Суғайсардың көңілін көл болғанда. Окей, бүйтіп қойшы. Сексен ата жері. Елді сақтап отырған өздерің ғой. Көңілінде қайғы мен шер болғанда. Біздің қазақ еш уақыт уайымдамас, кіші жүз өздеріңдей ерлер бар да. Тасыған судан біздер қорықпаймыз, қандары тасып тұрған сендер бар да. Ал қыздар қай кезде де құлпырады, көңілінде бұл қыздардың нұр тұнады. Нағыз әйел үйінде құтырмайды, осылай жұмысқа кеп жұлқынады. Мың рахмет кіші жүздің қыздарына, тек қана жақсылыққа ұмтылады. Осындай еңбек етер әйелдерден қазағымды қорғайтын ұл туады бай. Жұлдыз жақтан бұрылған. Мін жерге неге саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына зат нақ тұр. Қара, сіз кімсіз бін? Жоқ, мен қара халықпын. Мына жерде базда өмір сүріп жатырмын. Мынау я. Иә. Айт, жауап бересің ғой, жүр кейін болды, айта бер. Айтам. Қара, мен есім міне. төлем барады. Оны түсірмешеш. Бәрін түсірем мен де айта бершеш. Бәрін түсірем ғой, айта берші әңгімеңді. Қарам не қара. Мынау. Иә. Жекеменшік адамдар болады ғой. Иә. Солардың бізге ағалардың иә спонсорствомен алып келіп жатқан нәрсесі дұрыс, өте дұрыс. Тыңда, енді біздер соны мына Мейрамбек деген бауырымыз арқылы ертең, күн ертең мынаны пакетке бөліп, пакетке бөліп халыққа шығып таратқымыз келіп тұр. Рахмет, сосын айта бер. Кім халыққа түсіресің? Я, конечно, блогермін. Блогермін ғой мен деген. Міне. Міне, көрдің бе? Мына қандай жауап береді, Кім халыққа береді? Бұның қолында қандай список бар? Мысалы. Мейрамбек жауап береді, болды, айта ғой. Қазір, не үшін мында түсті? Бұл неге зат әрбір жерде түсіріледі? Неге халыққа қалай береді? Бұл не, таныс тамырына бере ме? Қалай? Халыққа берем дейді. Кім халыққа береді? Халық көп бізде. Бәрі бір точкеден спискілеп түсірілу керек. Мен жанайқайым, мен де базда 6 семья болып тұрваты мына көрші базда. Мен білмейтін едім. Келген адам шәкірдің басысы қайт деп, тамыр өзінің таныстары майшамен жәлеп алып кетіп жатыр. Мен оның көзін көріп отыр. Дедім, ал айта беріңіз, сөйлеңіз. Халық атынан кетті. Халыққа берілмейді. Тек оборона ұстап отқандарға беріледі. Көрді ғой міне, оборонаны кім ұстап отқан көрдіңіз ғой? Оборона қай жерде? Жан жақта қапай. Жоқ, айтшы. Қазір мен тоғыншы ауылдың адамын алып келем. Алды ма, алған жоқ па? Көреміз. Жақсы. Сосын жарайды, жақсы. Сұрағыңыз қандай келесі сұрағыңыз? Менің сұрағым неге мына жерде тұрады? Біз халық аш боламыз. Қаржы промзалда тұр. Бір жерге тұру керек қой. Акиматқа тұрды, оны қырып алып кетті. Ленинге тұрды, халық қырып алып кетті. Значит, бұл жерге не керек? Тәртіп керек. Тәртіп. Сен орнын аласың ба? Иншаллах тәртіппен берсе, Аллахтың жеңісі келеді, апай. Бәріміз бірлігіміз керек. Енді қараңыз. Менің отбасым өзінің жақартамнан сатып отырмын. Мен де сол. Қараңыз, апай. Кеше маған самсаң берді десеңізші. Таратқан бір штугын аузы шыға алған жоқ. Неге? Отбасын жемеңдер, бұл халыққа деді. Иншаллах, апай, бұның бәрі халыққа. Егер мені танысаңыз, бұның бәрі халыққа. Просто сортировка берді. Осы кісіден кім халыққа берді? Қандай адамға берді? Спискісін алуыңызды сұранылады. Мынаның ішінде весі әкеліп өлше. Неше килограмм капуста бар, неше килограмм морковь бар, неше адамға жетеді, соның спискісі керек маған. Апай, қараңыз, бұның барлығын Алтош Атабаева дейтін біздің блогер ханым бар.
сол жүргізіп отыр барлығын. Иә. Кім мысалы сіз келесіз есіміңіз? Есімім Мусиева Күләш. Күләш апай, мысалы сіз келесіз. Мен осылай қай ауылдысыз? Мен Атырау микрорайон, мына сенің көрші базда жатырмын, 6 семья болып. Астымда матрас жоқ, көрпе жоқ, палас жоқ. Сіз сияқты жатқан отбасыға бұл берілмейді. Иә. Бұл берілмейді. Бұл обороны ұстап отырған адамдарға беріледі. Болды, мен қазір-ақ комиссияны жіберем ғой. Иә, болды. Қазір-ақ комиссияны жіберем. Акиматпен құралған, барлығы шешілген. Сондықтан да бұның барлығы солай жасалады. Болды. Акиматтың Алло, тыңдап тұрмыз? Алло. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Сұрағыз. Мен мына Қызылорда облысынан телефон соғып отырмын. Сұрағыз. Мына бізді су алып кетті, білесіздер. Сол 4 бала шағаммен шатырдың үстінде отырмын қазір. Мына сол Еребек ағам қандай көмек береді бізге? Ағам мынау енді Қызылордалық бауырларымыз судың ортасында қалды. Қандай көмегіңіз бар? Маған айтамын. Мен естімін. Енді ақыл кеңесіңізді айтарсыз мүмкін. Не ғой? Көмек болғанда күйеуің байың. Күйеуім бейшара бізді құтқарам деп жүріп суға ағып кетті. Бейшара жүземейді екен ғой. Енді дарияның жағасында тұрып жүзіп үйренбеймін мен. Мен не қайын саған барайын беді қазір? Жоқ, аға енді бір көмек берсеңші енді. Не ғой, көмек болғанда сен бітсей? Қайық сатмаса қайық. Анадай моторы бар қайықтар болады, сонымен жағаға тез жетесің ғой. Соны сатып ал. Ойбай аға, сіз мені мазақ қылып отырсыз ба? Мен сізге 4 бала шағамен шатырдың үстінде отырмын деймін, ашпыз. Аш болсын, балық аулап же, неғып? Ет асып же. Су келіп тұр өзі трассаға. Эконың ғасы. Видеоға алып атым ма Арслан? Aslan? Bila men ayağımı birden ilib juray. Ayağını көтерші, ilib жүрсün. Marketin işi. Ana zattарды қара. Мыналар не қылған? Ана зат тасыған ғой, саттық. Ағата кетті. Оны жазылмайды. Шыметіме жаңа ниет кетпесін деп қойған шығар. Ерманға затқа шығып кетпесін. Қара, ішін қара. Ya temir ma birden qarayın mı mı yaqdan? Ara. Zаттар шамалы аман қалған ме? Бетіңеде тұрған заттар мыналар. Мыналардың ешқайсысы жатқызбайды. Мама кәсеё болып жатыр ғой. Осының ішіндегі затты шығарудамыз. Allah'ın қалауымен. Заттарды қара. Түгелімен. Звачка алып шайнай бересің. Қаймақларын жатқан қарам. Қаймақ,
Соқлар деген блогымен жатыр. Блогымен. Мында кассасы бар. Поддон. Ой. Oradakiler var. Periler. Şimdi cismi zaten diye bir resim olsun şimdi. Жұмыртқаларын құлап атқанға. Яп, твою мать. Амалардан су тартып атыр астына. Салтан сен көкінең. Суды қара ішіндегі. Пиздец болып жатыр бұнда. Çaylarda qaram. Kaptaspayt. Болған. Мына ауылдар суға кеткен тұрғындарға тағы бір ескерте кететін жағдай. Мына жастар жағы енді сол манағы дамбыны тағы да шаруаларды жасап жатыр ғой енді. Енді ауылда бар үлкендері, әйел адамдар болса да болады. Штабқа барып, мына көрсетіп тұрғандағы жағықтағы суды тұрып қалған. Мына Құрсайдың бойына айдау үшін насостарды сұратуға көмектеріңіз керек. Өздеріңіз барып, кішкене сол жерге барып, хайвай шығарып, кішкене сұрақтарды көтермесеңіздер, сіздерге ешкім бермейді. Мына суды мына жаққа құйып, мына жақтағы судың азайтып шығарып, мына үйлерге кіріп, жайлап нелердің жұмыстарын енді ішіндегі дүниелерін реттеуіне сондай көмектеріңіз керек. Екінші ауыл Ақтөбе адамдары мысалы, осы жақты жасауға бару керек. Төртінші ауыл өзінің базардың қарсы бетіндегі тоже Құрсайға құюға, мына микрорайон автодорожникпен Атырау микрорайон тұрғындары өздерінің, каждый адам өзінің несін, ауласын, өзінің несін ойламай, шеттен насосты қойдырып, үлкен-үлкен 6-шы ауылда тұр, ол жолдың арғы бетін айдап жатқан. Сондай насосты қойдырып, Құрсайдың өзегіне, ар жағына Сарқырауыққа қарай құйдыртуды ойлап мәселесін шешуіміз керек. Мен штабқа айттым мысалға, қазір тағы да барам. Сондай сіздердің көмектеріңіз керек. Бос жүрген адамдарды айтып жатырмын. Мына кімнің үйін көріп тұр үйлерін. Өркен садик жаққа. Сүймен спорт школы. Мына жер жарып кетті. Ол енді экология. Бұйырса аспан жауайтын ба. Міне. Астынан су шыққанға су топырақты түсіп жатыр.